Таған. Түркі ұғымнан келген тіреу мықты, тіреніш, төрт тұғыры бар деген мағына. Қостанай қаласында осы атпен тағы бір қазақ театры ашылды. Бұл игі іске бас болған Ілияс Омаров атындағы театр актерлері Төленді Әлқожа мен Аслан Кенжетай. Қазір Қазақстанда менің білуімде 70-ке жуық театр бар. Оның ішінде опера театры да бар, ұйғыр театры, неміс театры деген театрлар бар. Соның бәрін қосқан кезде осындай 70-ке жуық театр. Соның ішіндегі мемлекеттен бөлім шыққан кәрмен бөлімде 5-6 театр бар. Бүгін театрдың алғашқы қойылымы Ахмет Әлихан деп аталатын пьеса ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының рухымен еңбек жолының құрметіне арналады. Алаш қайраткерлерінің ел үшін еткен ерен еңбектері жайын көрермен назарына ұсынбақ. Авторы әрі режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Ерсайын Төлеубай, басты рөлді сомдайтын театр актері Аслан Кенжетай. Бүгін бізде премьера. Осы театрды неге таңдадық осы мирасты? Себебі осы мирасқа біз Төленді екеуміз 2008-2007-лерде алғашқы біздің келген сахнамыз. Осы келі сахнаға біздің алғашқы теріміз сіңді осы театрға. Сондықтан осы театр бізге ыстық. Сол кезде Ерсайын ағамыз да Қазақстанның халық әртісі. Сол кісінің шақыртуымен келгенбіз, студия ашылып. Енді араға 13 жыл салып, Алматыдан ол кісіні біз шақырып отыр қой, осы театрға. Бүгінгі спектакльде шамамен 7-8 актер өнер көрсетпек, арасында әріптестері Қара шаңырақ актерлері де бар. Премьера бүгін сағат кешкі 7-де Мирас мәдениет үйінің сахнасында болмақ. Еліміздегі театрлардың арасында тек Қостанай өңірінің өнер ортасы Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне қойылым қойған екен. Диар Ахметшин, Мәдина Ерқызы, Алау арнасы.